90% адамдардың қорқынышы ол бірақ қорқыныш. Қоршаған ортадағы адамдардың ойы. Және де бұл зат менің ойымша қаншама идеяларды өлтірді, қаншама бұл өмірдегі мықты ғылыми жобаларды өлтірді да осы зат. Неге десеңіздер, менің ойымша әрбір адам мықты. Мысалы, сіз көріп отырсаңыз, сіз де мықтысыз. Сіздің мысалы миыңызда неше түрлі ойлар келеді, фантазияңызға ерік бересіз, әртүрлі креативтар келеді. Өмірде, әлемде, мысалы біздің елімізде қаншама дүниені өзгерткіңіз келеді, бірақ та сізде сол затты істеуге бір-ақ зат кедергі. Ол қандай? Ол қоршаған ортадағы адамдардың ойы. Бүгінгі видеода біз осы қоршаған ортаның ойына қалай просто ысырып, өзіміздің арманымыздағы, өзіміздің ойымызға келген затты істеп, алдыға шауып, алдыға жүреміз. Сол бойынша айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, пайдалы болады. Менің есімім Еркебұлан, Абройвоч компаниясының иесімін. 22 жастағы жас доллар миллионер. Жалпы, менің ойымша бұл өмірдегі ең үлкен тормоз ол қоршаған ортаның ойы. Бұл өмірде ең арзан зат не десе, менің айтатын затым ең арзан зат ол басқа біреулердің ойлары. Неге десеңіздер, любой адам ақылшы да, мысалы келесің, бір зат істеген келеді, кез келген адам келеді да саған ақыл сынады, типа. Мына бүйтсей, мынаны жасап отқан не үшін жасап жатсың? Не блогер болып кеттің бе? Кәсібің че там не болып жатыр деген сияқты заттар көп. Яғни ең арзан, ең дешевый товар ол окружениенің ойы. Сол үшін де біз бұл дешевый товардан құтылуымыз керек та. Менің ойымша, кез келген адам өте уникальный, өте ерекше, және де кез келген адам ол өте үлкен нәтижеге қол жеткізе алады. Бірақ та көп адамдар өздерінің уникальностьтарын, жаңағы ерекшеліктерін жоғалтып алады. Ненің кесірінен? Ол қоршаған ортаның ойына қарай. Мысалы, мен базарда болсын, осы немен жүремін да, классикамен жүремін. Кез келген күнде де мысалы классика киіп жүремін, өзім, яғни не киім келеді, соны киіп жүремін да. Және де маған басында киіп жүрген кезде бәрі айтады да, че там тойға барып жатсың ба сен? Неғып классика кие бересің сен? Нормально киінсе деген сияқты адамдар айтатын да. Бұл менің уникальностьім да, түсіндіре алдым ғой? Мысалы, маған ұнайды. Мысалы, Стив Джобстың уникальностьі не болды? Свитер киіп алады, и басында оған айтқан да, неғып свитер кие бересің, басқа киімің жоқ па деген сияқты. Бірақ та бұл менің уникальностьім, дұрыс па? И бұл уникальностьтің арқасында мен өзімді күшті сезінемін. Тура сол сияқты кез келген адамның уникальностьі болады. Мысалы, машинаға келейік та, бір адам бір машинаны ұнатады. Мысалы, мен бір досым бар, ол америкалық көліктерді ұнатады да, жаңағындай Ford ұнатады, Dodge, сондай америкалық машиналарды ұнатады, GMC деген сияқты. Мысалы, мен түсінбеймін оны, неге сен ұнатасың деймін да. Ол мені түсінбейді, сен неге неміс машиналарын ұнатасың деген сияқты. Яғни ол адамның мықтылығын көрсетеді. Неге десеңіз, ол адам өзі қалауындағы машинаны алады, өзінің жаңағы мысалы бүкіл окружениедағылар, бұл машина сатылмайды ғой, бұл машина не үшін алды, одан да мына машинаны алмадым ба деген сияқты ой айтады. Бірақ ол адамға пофиг, ол жүрегі қалайтын дүниені істеп жатыр. Тура сол сияқты сүйікті іспен айналысу, иә. Мысалы, хоббилар болады. Бір адамның хоббиі сурет салу болады да, и кейбір адамдар издеваться етеді онымен. Неғып сурет салып отырсың сен деген сияқты. Немесе бір адамның хоббиі болады музыка айту, иә. Оның да хоббиіне біреулер күледі. Яғни сен бұл өмірде ешқашан ешкімнің көңілінен 100% шыға алмайсың. Тіпті қайырымдылық жасап жатсаң да сенде хейтерлар болады да. Қателеспесем бір ұстазымыз Америкада вертолетпен ұшып жүрген видеосын көрдім да, и комментарийға жазып жіберген да бәрі. Имам емессің ба, халықтың садақа берген ақшасына сен ұшып Америкада қыдырып жүрсің деп айтып жатыр да. Мен таңғаламын да. Имамдар уағыз айтса, арғы өмір жайлы ше. Неғып сендер арғы өмірмен бізді қорқыта бересіңдер? Бұл өмірде бір пайдалы дүние айтсаңдаршы. Тура сол сияқты имам мысалы кедейлік жайлы айтса, мысалы шүкір етіңдер, шүкіршілік етсеңдер Аллах арттырады деген сияқты айтса, сендер неғып шүкір ет деп айта бересіңдер? Сендер неғып типа бай болуға насихаттамайсыңдар, неғып сендер өздерің кедейлердің ойымен айтасыңдар дейді. Енді тура сол сияқты бай өмір сүрсе ол біздің имамдар ше. Мына жақтан тағы да бір ой шығады. Неғып имамдар біздің ақшаға садақа берген садақамыздың ақшасына қыдырып жүрді. Хотя ол кісі өзі еңбектеніп өз ақшасына қыдырып жүр да, өзі кәсібіне алынған дүниеге. Бұнымен не түсінеміз? Тіпті сіз қайырымдылық істесеңіз де, біліммен бөліссеңіз де, кәсіппен айналыссаңыз да, әлемде пайдалы разработкамен айналыссаңыз да, сізде әрқашан біреудің ойы, арзан товарлар сізге келе береді. Бүгіннен бастап біз біреудің ойын арзан товар деп атаймыз. Мысалы, Илон Масктың историясын айтайық. Илон Маскқа не деп айтты? Тесла шығарып айтты да, электромобиль деген оған дейін шығарды ғой. Автопроизводительдердің қаншамасы банкрот болды. Сен неужели өзіңді ерекшемін деп санайсың деді. Не істеді Илон Маск? Бүкіл электромобиль нарығын сол өсірді да. Мысалы, соның арқасында қазір мысалы BYD компаниясы, басқа да электромобиль шығаратын машиналар дамып кетті. Тура сол космос, иә. Сен жындысың, неғып сен Марсқа ұшайын деп жүрсің? Сен неге ұшып қайттан орнына қоятын ракетаны жасаған келіп жүр деген сияқты. Тіпті оның кумирі болған Армстронгтың өзі айтты да, жаңа ғарышкер, әлемдік уровеньдағы ғарышкер Армстронгтың өзі айтты. Илон Маск чокнутый, оның ой кетіп қалған, ол қатты фантазер, өзі әлемде өмір сүреді, оның қолынан келмейді деді. Илон Маск не істеді?
әлемге дәлелдеп тастады да өзінің істейтін дүниесін. Тура сол сияқты мысалы Криштиану Роналдуны алатын болсақ та, қаншама адам айтты, сен футболистердің максимум пикі 33-34, максимум 35 ары кетсе. Роналду не істеді? 39 әлі мықты уровеньда футбол ойнап жүр. Яғни бұл өмірде сен қандай нәтиже көрсетсең де, қандай әрекет жасасаң да, тіпті адамзатқа пайдалы дүниемен айналыссаң да, сенде хейтерлер болады. Сол үшін де біз не істейміз? Біз басқалардың дауысын естімейміз. Мысалы мен ешкім дауысын естімеймін. Менің миымда мынандай функцияда, бұл өмірде менен басқа ешкім жоқ. Бұл өмірде менен басқа ешқандай адам жоқ. Барлық адамдар ол мен үшін жаратылған, яғни менің белгілі бір миссиямды орындауға көмектесетін инструменттер болды. Мысалы мен миымда ешкімді көрмеймін да. Достарым да ренжиді да, сен неге өзіңе ғана зацикленесің, сән кешкен осы оймен жүресің, неге сен кішкене расслабиться етпейсің дейді да. Жоқ, менде расслабиться ету андай болады ғой. Арзан развлеченияға мен басымды ауыртпаймын да. Мен тек қана өзімнің ойым, өзімнің миссиям, өзімнің құндылықтарым, тек қана соған ғана назарымды бұрамын. Және де маған біреудің ойы мүлдем жоқ, тіпті болса, ол арзан товар. Сол үшін де мен сіздерге айтарым, ешқашан хейтерлардан қорықпаңыз, ешқашан окружениyaның осуждениясынан, сенікі дұрыс емес деген сөзден қорықпаңыздар. Тек қана газ басыңыздар и барлығын игнорировать етіңіздер. Видео пайдалы болды деп ойлаймын, достар. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер тіркелген сайын біздегі осындай пайдалы әртүрлі тематикада видео жасауға деген мотивациямыз арта береді. Және де осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Комментарий жазып, лайк па, жалпы қалай қолдауға мүмкіндік бар, солай қолдап кетіңіздер.